Баршаңызға сәлем достар. Бұл видеода синуситтен үй жағдайында құтылуға көмектесетін әдіспен бөлісемін. Синуситті халық рецептерінің көмегімен емдеуге болады, бірақ аурудың созылмалы ағымында өршу белгілері болмаған кезде ғана бұл әдіс өте пайдалы әрі тиімді болып табылады. Бұл видеодан кейін ешқандай кукушканың уколдың көмегінсіз гаймориттен құтыласыз. 90% адамдар осы әдістің көмегімен гаймориттен емделді. Бірінші жасағанның өзінен ақ жағдайыңыз жақсарады. Бұл әдісті дайындау үшін бар болғаны 3 зат ғана қажет болады. Бізге шай қасық ас содасы, 1 шай қасық таза табиғи бал және 1 шай қасық өсімдік майы қажет болады. Барлық заттарды жақсылап араластырамыз. Ыңғайланып, бір бүйіріңізге жатыңыз. Мақта тампонды дайын болған тұнбаға малып, егер сол жағыңызбен жатсаңыз, оң жақ мұрын қуысына, ал оң жақ қырыңызбен жатсаңыз, сол жақ мұрын қуысына мақта тампонына малынған тұнбаны саласыз. Осылайша 10 минут жатуыңыз керек. Осы уақыт ішінде ерітіндінің барлық пайдалы компоненттері мұрынның шырышты қабығына жетіп, бірте-бірте сіңе бастайды. Жағдайыңызды жақсарту үшін және мұрынның тыныс алуын қалыпқа келтіру үшін әдетте 4-5 процедура қажет болады. Ұзартылған, яғни созылмалы синусит жағдайында мұндай терапия 10-14 күн бойы жүргізілуі керек. Сода, бал және өсімдік майымен жасалынатын бұл тұнба келесі әсерлерге ие. Мұрын қуысының қабынған шырышты қабығының ісінуін азайту арқылы мұрынның бітелуін азайтуға көмектеседі. Қабынудың төмендеуіне байланысты мұрынның жақсы тыныс алуын қалпына келтіреді. Жергілікті қан айналымын белсендіруге ықпал етеді. Бұл әдістен кейін ауырсыну басылып жиналған ірің барлығы шығады. Бұл халық арасында пайдаланып көрілген тексерілген әдістердің бірі. Пайдаланып көріңіздер достар, ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау болыңыздар.